Қайырлы күн достар, біз алдыңғы сабақта аурулардың түрлерін айтқан болатынмын. Енді бүгін жалпы аурулардың қайдан пайда болады сол жайында айтайын. Жалпы мына әлемде 7 миллиард адам болса, бәріміз көрінбейтін ақпараттық энергетикалық деңгейде бір-бірімізбен байланыстамыз. Ол көзге көрінбейді, бірақ көзге көрінбейтін жіп сияқты тізбектелген бір-бірімізбен байланыстаймыз түйсік арқылы. Сондықтан да біз не ойлаймыз, сол бізге және материалданып бізге өзімізге қайтып келеді алладан сынақ ретінде. Мысалы, ең бірінші оның жеңіл түрі бізде ақшалай сынақ жібереді Алла тағала. Біреуді біз үнемі жамандап, негативный ой жіберетін болсақ, мына әлемге ол тарайды. Сондықтан өзімізге ол тарайды да қайтадан қайтып келеді. Сондықтан біз негативті ойларды көп жіберетін болсақ, негативті болып қайтадан ақша ауру ретінде бізге қайтып келуі мүмкін алладан сынақ ретінде. Сондықтан біз неғұрлым жақсы ақпараттарды тарататын болсақ, жақсы энергетикалық деңгейде бізге және энергиямыз көбейіп, бізде ақшамыз көп болып, денсаулығымыз мықты болып, өзімізге қайтып келіп отырады екен. Соғұрлым неғұрлым көп жақсылық жасайтын болсақ, бізде соғұрлым өзіміздің жан дүниемізде жақсылық болады. Өз өмірімізге деген жауапкершілік өз ойымыздан басталу керек. Өйткені сіз мына әлемге нені таратасыз, ойды таратасыз, ол материалданып өзіңізге қайтып келеді. Сондықтан ойыңызға мұқият абай болғаныңыз жөн. Жалпы ол ойыңыз мына әлемге зияндық жоқ па және өзіңізге зияндық жоқ па сөйлеген кезде осыған мұқият мән беруіміз керек. Ең бірінші біз жәнегі аурудың себептерін анықтап алып, оны трансформациялауға болады. Ауруды тудыратын да өзіміз, емдейтін жолды да өзімізге беріліп қойған. Ол үшін ең бірінші себебін анықтаймыз. Олар себептер негізінде ол біреулерге негативті ойлар, аурудың себебін тауып алғаннан кейін оның келесі қадамы ол біздің негативті сезімдерден, ойлардан туындауы мүмкін. Соны анықтап аламыз. Эмоция, сезімдеріміз, біреуге жек көру, ашу, ыза және өкініш, осы секілді. Келесі қадам ол қашан, қай жерде, қай ситуацияда, кім арқылы, осы 3 сұрақты қою арқылы, қай жерде, қашан, кім арқылы орнады, осыны біліп алғанымыз жоқ жөн. Және де 4-ші қадам біз ой жүгіртуіміз керек. Өзіңдеріне есеп беріңдер деп айтқан Абай Құнанбаев. Өзімізге есеп беріп және ой жүгіртіп, осы ауру осыдан екен ғой, осы және кедергі осыдан екен ғой деп сабағын алып, оны позитивті жаққа трансформациялап, оны сүйіншілейміз. Келесі қадам оны біз мойындауымыз керек. Осы аурумыз осыдан екен ғой деп жәнегі мойындайтын болсақ, қабылдайтын болсақ, және босатамыз. Босатып жіберетін болсақ, ол ауру өзінен өзі біртіндеп кетеді. Ең бірінші сіздің оны осы неден екен ғой, осы ситуациядан екен ғой деп мойындау ғана оп-оңай. Осылай жасайтын болсаңыз, оның бір емі, бір жерден бір. Мысалы, емшіге барғанда да осы өстіп дейсіз, соның ойы ол емші керемет жазады екен дейсіз ғой, сол секілді сіз оны өзіңіздің ойыңызбен жазып тұрған болып тұрсыз. Мысалы, бір дәрігер мына дәріні іш дейді, сіз оны ішіп аласыз да, жазылып кетесіз. Сіздің ол ойыңыз арқылы ол жазылып кетіп жатады. Көп жағдайда адамдар өзінің ауруларының психосоматикасы бар, оны өзі емдейтін көп адамдар біле бермейді. Сондықтан осы ақпаратты көп адамдарға таратып қойсаңыз, менің сізге деген алғысым. Енді келесі сабақта бұны қалай трансформациялаймыз, сол жайында толығырақ айтатын боламын, және де басқа да аурулардың түрлерін айтатын боламын. Менің ақпаратым сізге ұнаған болса, маған тіркеліп комментарий жазып, лайк басып қойыңыздар. Рахмет.